Жылу есептегіш құрылғысын орнатудың тиімділігі зор. Ол мақсатқа республикалық бюджеттен 8 миллиард теңге қаржы бөлінді. Мұны өңірімізге жұмыс сапарларымен келген Қазақстан Республикасының өңірлік даму министрлігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы департаментінің өкілдері мәлімдеп отыр. Тілшіміз Мағжан Ахмадина тарқатады. Жылу есептегіш құралдарын орнату негізінен тұтынушылар үшін қолайлы болмақ. Бұл жұмыс елімізде осыдан 4 жыл бұрын қолға алынғанымен, әзірге қондырғыны орнатқандар көрсеткіші 21% ғана құрап отыр. Ал мыңнан астам көпқабатты тұрғын үй бар Петропавлда құрылғымен баспаналардың тек 32% ғана жарақталған. 2013-2014 жылдары біз жылу құралдарын орнатқан 173 үйді алып зерттедік. Тарих бойынша есеп айырысатындар әр шаршы метр үшін 87,41 теңгеден төлегенде, құрылғысы барлар 62,99 теңгеден берді. Сондықтан бұл шараның тиімділігі зор. Кездесуге келген астаналық меймандар құрылғыларды орнатудың тиімділігін айтуда. Сонымен қатар жиында жылу есептеу құралдарын қаржылай лизингке орнату мәселесі де кеңінен талқыланды. Осыдан соң жиналғандар жылу құрылғысы қойылған Жамбыл көшесі бойындағы 127 үйге барды. Мұндағылар қондырғыны 2013 жылдың желтоқсан айында алыпты. Петропавлдықтар оның тиімділігі зор деп отыр. Биыл пәтерлеріміз өте жылы болды. Төлем жағына келер болсақ, ол да шамалы болсын төмендеді. Әрине жылу үшін мүлде аз төлейміз деп айта алмаймын, бірақ өзіміз тұтынатын деңгейде ақы алынады. Ең бастысы пәтер іші жылы. Елімізде жылу есептеу құрылғыларын орнату үшін республикалық бюджеттен 8 миллиард теңге қаржы бөлінді. Оның арқасында 10 мыңнан астам көпқабатты үй құралмен қамтылмақ. Ал орнатылған жылу есептегіштердің құны тұрғындар арасында 4 жылға бөлінеді. Бөлінген қаражатқа біз Қазақстанда жалпы тұрғын үйлердің 50%-ын қамтимыз деп ойлаймыз осы қондырғылармен. Сіздің өңір бойынша ол мына қазір субъект есес монополиялар заявка жасайды. Мына үйлердің бәрін қарау керек, қай жерде техникалық жағдайлар келеді, қай жерде манағы қондыруға дайын техусловиялар бар, соны анықтап, қазір бізге заявка беріп жатыр. Ал мынау Хименко көшесі бойындағы 2-ші үй. 400 пәтерлі баспана тұрғындарына Астанадан келген меймандар жылу есептегіш құрылғыларын орнатудың тиімділігін түсіндірді. Бірақ мұндағылар әлі құралды алуға даяр емес екендіктерін білдірді. Мағжан Ахмадина, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.